Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Осындай қатпарлы, үгітіліп тұратын, бірінші жасағаннан ақ дайын болатын дүкендегі қамыр сияқты болып шығады. Ол үшін жылы суымызға тұз салып жақсылап араластырамыз. Одан соң алдын ала еленген ұнымызға сүт пен суды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды иіғанғанша жақсылап илеп болып, 3 бөлікке бөліп, суалалап 30 минутқа тындырып қоямыз. Мен қамырымыздың ортасына тоң май мен сары майды ертіп алып жағамын. Енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Мен тартылған етке ұсақтап туралған пиязды, оның үстіне тұз, бұрыштарын салып, жақсылап араластырдым. Мен қамырымды алдын ала жайып алдым. Енді ертілген тоң май мен сары майды осылай бір келкетіп жайып шығамыз. Енді екінші қамырымызды осының үстіне жаямыз. Осылай майды құйып алып, оны да бір келкі болғанша жағып шығамыз. Енді үшінші қамырымызды да осылай жаямыз. Осының үстіне де майымызды құйып, осылай тегістеп барлық жеріне жағып шығамыз. Осылай рулет сияқты ораймыз. Ортасында ауа қалдырмау керек, мүмкіндігі болғанша. Енді осыны холодильникке қоямыз. 3-4 сағатқа. Майы жақсылап сіңіп, өте керемет болып шығады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Қараңыздаршы, керемет болып шықты, қатпарлы болып. Енді осының бәрін осылай дөңгелектеп шығамыз. Қамырымыздың жаюлы өте ыңғайлы. Ортасында тоң май қатып қалғаннан кейін майы ақпайды, керемет болып тұр. Осылай салманы салып, самсамызды түйіп шықтым. Енді екінші түрін мен осылай түйіп шығамын. Шеттерін қатты басып, жұқалап басып шығамыз. Сонда узоры әдемі болып шығады. Енді жұмыртқаның сарыуызына бір ас қасық сүт құйып жақсылап араластырып, самсалардың бетіне жағып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей самсаларымыз дайын, өте керемет болып шықты.
Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.